Бүгін сіздермен 2025 жылы жылан жылына арнап жылан салатын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Өте оңай салаттың түрі. Ең бірінші картошка, жұмыртқа, сәбізімізді суға қайнатып алып, осылай төртбұрышты етіп майдалап турап шығамыз. Одан кейін шұжығымызды да дәл солай төртбұрышты етіп майдалап турап шығамыз. Турап алған шұжығымызды ыдысымызға саламыз. Одан кейін ұсақ үкіштен өткізілген сырымызды саламыз. Осылай барлығын бір ыдысымызға салып дайындаймыз. Одан кейін дәміне қарай тұзын саламыз. Және де майонез қосамыз. Енді барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үлкенірек ыдысымызды алып, осылай жыланның пішінін келтіреміз. Ең алдымен құйрық жағынан бастап салып шығамыз. Бас жағын кішкене үлкендеу етіп көбірегін саламыз. Жыланымыздың пішінін келтіріп алғаннан кейін ыдысымызға жағылған жерлерін сүртіп тастаймыз. Осылай менде 3 тәрелке шықты. Енді бетін әсемдеу үшін бізге тұздалған қияр қажет болады. Қиярымызды жұқалап турайтын боламыз. Қиярымызды барынша жұқа етіп турауға тырысыңыздар. Сол кезде бетіне жақсы тұрады. Егер қалың турасаңыздар, жабыспай қоятын болады. Одан кейін ортасынан 4-ке бөлеміз. Енді жыланымыздың құйрық жағынан бастап қиярымызды қойып шығасыздар. Мінеки жыланымыздың сыртқы қабатын әсемдеп шықтық. Енді жыланымыздың көзін жасау үшін осылай қара маслиниді қолданамыз. Осылай дөңгелек етіп турап көзін қоямыз. Және де тілін қайнатылған сәбізбен или болмаса қызыл болгар бұрышымен жасауға да болады. Одан кейін жыланның денесіне маслиниді ортасынан бөліп, осылай кезек-кезек қойып шығасыздар. Сол кезде жыланымызды әдемі болып шығатын болады.
Міне осымен біздің жылан салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастархандарыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Және де соғым басы берсеңіздер, осы салатты жасап көріңіздер. Өте ерекше, сәнді көрінеді. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем оқырмандар. Бүгін сіздермен бауыр тортын дайындайтын боламыз. Дастарханның сәнін келтіретін, өте дәмді болып шығатын торт. Қазақша контентті қолдап, лайк басып, комментарий жазып қалдырып кетсеңіздер, алғысым шексіз болар еді. Ең бірінші бауырымыздан қима жасап аламыз. Ол үшін бауырымызды мясорубкамыздан өткізіп аламыз, және де пиязымызды мясорубкадан өткіземіз. Мясорубкадан өткізгенде осындай кіртік болып қалады. Кіртік болып қалмау үшін бауырымызды блендерға салып, тағы да бір араластырып аласыздар. Сол кезде біркелкі болып, кіртік болмайтын болады. Бауырымызды блендерден өткізіп алғаннан кейін үстіне сүтімізді құйып араластырып аламыз. Одан кейін үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Дәміне қарай тұзын саламыз, және де қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Жұмыртқамыз біркелкі болғанша араластырып аласыздар. Енді үстіне сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап бір араластырып аламыз. Енді үстіне үлкен ас қасықпен ұнымызды салып, барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырасыздар. Ұнымыз кіртік болып қалмасын. Достар, сіздер маған тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетсеңіздер екен. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді аз да болса қосып кетсеңіздер. Міне осылай жақсылап араластырып аласыздар. Осылай бір тегіс болуы қажет. Табамызды қыздырып алып, бір ожау құямыз. Осылай бауырдан қима пісіреміз. Осылай қимамыздың астыңғы бөлігін пісіріп аламыз. Одан кейін аударып, екінші бетін де пісіріп аласыздар. Қызартып пісіріп аласыздар. Осылай қызарып, әдемі болып пісуі қажет.
Осылай бауырдан құймағымызды пісіріп дайындап аламыз. Осылай әдемі болып, біркелкі болып пісіп шығатын болады. Өте оңай жасалады. Енді құймағымыздың начинкасын дайындаймыз. Ол үшін пиязымызды осылай майдалап турап аласыздар, және де сәбізімізді жіңішке теркамен өткізіп аламыз. Одан кейін табамызды қыздырып, сұйық құйып аласыздар. Үстіне пиязымыз бен сәбізімізді жақсылап қызарғанша қуырамыз. Дәміне қарай қызыл бұрыш, паприка, қара бұрыш және де тұзын қосамыз. Барлығын жақсылап қуырып алғаннан кейін біздің начинкамыз дайын болады. Енді екінші начинкасын дайындайсыздар. Ол үшін чесногымызды езіп алып, майонезге қосып араластырып дайындап қоямыз. Одан кейін құймағымыздың үстіне майонез бен чесногты осылай жағамыз да үстіне сәбіз бен пияздан жасалған начинкасын жағамыз. Одан кейін қайтадан құймағымызды қоямыз. Солай үстісіне қойып шығасыздар. Тағы да бір түсіндіре кетейін. Осылай құймағымызды қойып, үстіне майонез бен чеснокты жағып аламыз да, үстінен сәбіз бен пияздан жасалған начинкасын жағамыз. Осымен біздің бауыр құймағынан жасаған тортымыз дайын болды. Өте дәмді және де пайдалы, жасалу жолы да өте оңай. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, және де дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Осылай бетін укроппен немесе қайнатылған жұмыртқамен әсемдесеңіздер болады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бір жасағаннан күшті болып шығатын сметаник тортын жасайтын боламыз. Арнама тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Алдағы уақытта менің видеоларымды бірінші болып көресіздер. Сметаникті жасау үшін бізге сары май, қант, жұмыртқа, ұн, разрыхитель керек. Ең алдымен бір ыдысымызды аламыз, оның үстіне дайындап алған қантымызды салып, ұнымызды саламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып,
қолымызбен майда крошка жасайтын боламыз. Крошкамызды жасап жатқан кезде үстіне разрыхителімізді қосып, араластырып жасайтын боламыз. Осылай үгітіп жасап алдық. Енді үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап қамырын илейтін боламыз. Бірікпей жатыр деп үстінен су тағы да жұмыртқа қосудың қажеті жоқ. Осы бір жұмыртқаның өзімен біз жақсы қамыр илеп шығатын боламыз. Просто жақсылап тұрып илесеңіздер, жақсы күшті болып шығатын болады. Мінеки қамырымызды илеп алдық. Енді бұны бір салафанға салып, холодильникке бір жарты сағатқа қойып қоясыздар. Қамырымызға жарты сағат өткеннен кейін кальций ыдысымыздың үстіне пергаментіне қағазын төсеп орналастырып аламыз. Менің кальций ыдысымның ұзындығы 26 сантиметрді құрайды. Енді ыдысымыздың үстіне қамырымызды орналастырамыз. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Бір бөлігін жәніне жапсырғанға қойып қоямыз. Қалған бөлігін ең астына орналастыратын боламыз. Қамырыңызды бір тегіс қылдырып орналастырыңыз. Бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалмасын. Айтпақшы, сіз жаңа көрермен болсаңыз, маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Алдағы уақытта менің алғашқы видеоларымды бірінші болып көріп отырасыз. Және де маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қамырымызды бір тегіс ету үшін осылай вилканың көмегімен басып шығамыз. Жанындағы қамырында бір тегіс қылып жасаңыздар. Біреу ұзын, біреу қысқа болып қалмасын. Тура осылай мен жасағандай қайталасаңыздар, қамырларыңыз жақсы болып пісіп шығатын болады. Енді ортасына салатын салмамызды жасайтын боламыз. Осылай 4 жұмыртқамызды салып, үстіне 100 грамм қантымызды қосып, 500-600 граммдық магазиннің сметанасын қосамыз. Осылай барлығын салып алғаннан кейін венчиктің или болмаса қасықтың көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Миксерді қолданбаймыз. Осылай біркелкі қылып араластырып алдық. Енді оны қамырымыздың үстіне құятын боламыз. Енді қызып тұрған 180 градустағы пешімізге салып пісіретін боламыз. Сметанеміздің піскен-піспегенін білу үшін 30-40 минут ішінде пісіп шығу керек. Сол себепте арасында бір тексеріп алыңыздар. Шетіндегі қамырлары осылай қызарып піскен болса, біздің сметанеміз пісті деген сөз. Сол кезде шығарып, оны толығымен суығанша суытып қоясыздар. Шетіндегі ыдысын шығармайсыздар. Толығымен суығаннан кейін ғана осылай босатып аласыздар. Менде уже толығымен суып қойған, сол үшін де мен уже босатып жатырмын жанындағы ыдысын. Міне біздің сметанеміз пісіп шықты. Бір жасағаннан әдемі болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Келген қонақтарыңыз, отбасыларыңыз сүйсініп тұрып жейтін болады. Және де бұл торт өте оңай жасалады, көп шығын кетпейді. Видеом сіздерге пайдалы болған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Және де өз достарыңызбен поделиться батырмасын басып, таратып, бөлісіп қойыңыздар. Сонымен қатар қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Алдағы уақытта көптеген жаңа видеоларды ең алғашқы болып көріп отырасыз. Менің арнам өте пайдалы, сол үшін де тіркеліп қойыңыз.
Сіздермен болған Әлия, келесі видеода кездескенше. Баршаңызға сәлем. Дәл осындай өте дәмді болып шығатын жаркое тамағын жасаймыз. Ең алдымен етімізді үлкендеу етіп турап алатын боламыз. Содан кейін пияз, картошка, перцімізді сыртын ашып, тазалап жуып аласыздар. Енді дайындап алған пиязымызды, перцімізді осылай турап алатын боламыз. Енді қазанға май құйып қыздырамыз. Содан кейін қазанымызға картошкаларды салып 10 минутқа дейін қуырып аласыздар. Картошкамызды қуырып алғаннан кейін басқа ыдысқа салып, осылай дәмдеуіштер салатын боламыз. Қандай дәмдеуіштер екенін астына жазып кететін боламын. Осылай жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қойыңыз. Енді қазанымызға етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Содан кейін бетін жауып, тағы да бір кішкене 10 минуттай бұқтырамыз. Сосын қайтадан араластырып, бір қуырамыз. Осылай әдемі болып қуырып шығады. Енді үстіне пияз, перцімізді салып қуырамыз. Енді дәміне қарай кішкене тұз қосып араластырамыз. Енді үстіне 1,5 кесе су құйып, баяу отта жарты сағатқа бұқтырып аласыздар. Етіміз жұмсақ болып піскеннен кейін үстіне жаңағы маринадтап қойған картошкаларымызды салып, жарты сағатқа тағы да бұқтырып аламыз. Картошкаларыңыз пісті ме жоқ па бір тексеріп алыңыздар. Егер піскен болса, табаққа салып ұсына беріңіздер. Міне жаркое тамағымыз дайын болды. Үстіне әдемілік үшін пияз, укроп турап салсаңыздар болады. Менің видеом ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңізді қалдырып қойыңыз. Баршаңызға қайырлы кеш достар. Бүгін сіздермен хрустящий самса жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең бірінші пиязымызды және де тауықтың етін турап аламыз да үстіне тұзын және де қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка қосып жақсылап араластырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тауықтың етімен или болмаса фаршпен етті турап жасауға да болады. Мен осылай тауықтың етімен жасадым. Осылай пиязын көбірек қоссаңыздар, самсаларыңыз сочный болып шығады. Одан кейін алдын ала жасап алған қамырымызды енді осылай домалақ етіп жаясыздар. Ортасына фаршын саламыз да 3 бұрыш қылып түйе бересіздер. Сүйікті менің оқырмандарым, егер сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Және де қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Комментарий жазуды да ұмытпаңыздар.
Осылай самсаларымызды түйіп алғаннан кейін төрт бұрышта табағымыздың астын сұйық маймен майлап аламыз да самсаларымызды рет-ретімен салып шығамыз. Осылай самсаларымыздың барлығын салып шыққаннан кейін бір жұмыртқамызды жарып аласыздар да осылай бетіне бір тегіс етіп жағасыздар. Жұмыртқаның сарысы мен ағын бірге араластырып сала берсеңіздер болады. Одан кейін самсамыздың бетіне күнжіт или болмаса мак себуге болады. Мен күнжіт сеуіп шықтым. Дайын болған самсаларымызды қысып тұрған пешімізде 200 градуста пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан қарап отырыңыздар піскен-піспегенін. Міне осымен біздің тауық етінен жасаған самсамыз пісіп шықты, көтеріліп, хрустящий болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Қайырлы кеш достар. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын кёшин язик салатын жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар сарымсақ, қызанақ және де баялды. Баялдымызды осылай дөңгелек етіп турап, жақсылап, қызартып қуырып аламыз. Қызанағымызды да дәл солай дөңгелек етіп турап дайындап қоямыз. Сарымсағымызды майдалап турап, сарымсақ езетін құрылғымызбен жақсылап езіп дайындап қоямыз. Оқырмандар, егер де сіздер жаңа көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Қазақша контентті қолдап кетейік. Сонымен қатар қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларымда ең бірінші болып көріп отырасыздар. Осылай сарымсағымызды езіп алғаннан кейін үстінен майонезімізді қосып екеуін жақсылап араластырамыз. Және де дәміне қарай шым-шым тұз қоссаңыздар да болады. Міне соусымыз дайын болды. Енді қызанағымыз бен баялдымыздың ортасына кезек-кезек жағып шығамыз. Ең алдымен баялдымызды алып, соусымызды жағамыз, оның үстіне қызанағымызды қоямыз. Одан кейін қайтадан соусымызды жағып, баялдымызды қоямыз. Осылай барлығына жағып шығасыздар. Бұл салат өте жеңіл және де оңай жасалатын салаттардың бірі. Сонымен қатар өте тойымды, кез келген қонаққа ұсына берсеңіздер болады.
және де дастарханның сәнін келтіріп тұрады. Jo'shin yazık saatimizni жасап bo'ldi. O'ta әдемі bo'lib chiqdi. Mіндетті түрде жасап ko'ringizlar. Videom sizlarga foydali bo'lsa, mаған tirkelib, like basib, kommentariy yozuvni unutmangizlar. Qo'sh sog' bo'lingizlar. Barchangizga xayrli kun do'stlar. Bugun sizlarga pachuba salatini жаңа rulet formatida жасайтын bo'lamiz. Videoning so'ngina дейін menмен birga bo'lingizlar. Eng алдымен kerakli zatlarimizni qaynatib olamiz. Kartoshka, jo'murtqa, sabz және de qizilshamizni suvda qaynatib olamiz. Qaynatib olgan ko'könüslerimizning barlig'ini sirtini ochib dayondab qo'yamiz. Barliq ko'könüslerimizni cho'rkadan o'tkazib dayondab qo'yamiz. Osonlar kartoshkalarimni cho'rkadan o'tkazib oldim. Odan keyin sabzimni cho'rkadan o'tkazdim. Осылай жұмыртқаның ағын, сарысын барлығын бөлек-бөлек cho'rkadan o'tkazamiz. Qilishamizni da cho'rkadan o'tkazib, bарлығын ыдыстарымызға салып дайындап qo'yamiz. Осылай мен ыдыстарыма салып дайындап qo'ydim. Сол кезде салат жасаған кезде өте ыңғайлы болады. Және де пияз қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен осылай пиязымды майдалап турап алдым.
Салатымыздың дәмін келтіретін осындай балықты таңдадым. Балығымды да осылай төртбұрыштап майдалап турап шықтым. Ыңғайлы болу үшін бір ыдысыма салып дайындап қойдым. Одан кейін осылай пищевой пленкамызды төсейміз де қызылшамызды осылай қойып шығамыз. Одан кейін жұмыртқаның ағын осылай екінші слойына қоямыз. Одан кейін қызылша солай кезек қойып шығасыздар. Пленкамыздың үстіне қоясыздар. Міне осылай рулет салатымызды жасап бастаймыз. Өздеріңіздің ыдыстарыңыз, тарелкалеріңіздің көлеміне қарай жасайсыздар. Одан кейін үстіне осылай майонезімізді сеуіп шығамыз. Оның үстінен картошкаларымызды қоямыз. Барлығын бір тегіс етіп қойып шығасыздар. Картошкамыздың үстінен кішкене ғана тұзын сеуіп шығасыздар. Одан кейін қайтадан майонезімізді себеміз. Ары қарай сәбізімізді салып шығамыз. Барлығын бір тегіс етіп салып шығасыздар. Сәбізіміздің үстінен қайтадан майонезін қосамыз. Оның үстіне турап алған пиязымызды қосамыз. Пияз қоспасаңыздар да болады. Ол өз еркілеріңізде. Пияздың үстінен турап алған балығымызды салып шығамыз. Енді пищевой пленкамыздың екі шетінен көтере отырып рулетін жасайтын боламыз. Екі бетін бірдей көтересіздер, сол кезде шашылмайтын болады. Дәл осылай видеодағындай қайталайсыздар. Осылай екі шетінен ұстап, қысып орайтын боласыздар. Орап алған рулетімізді бір тегіс тақтайымызға салып, морозильникке жарты сағатқа қойып қоясыздар. Жарты сағат өткеннен кейін шығарып, ыдысымызға
саламыз. Пищевой пленкасын алып тастаймыз. Міне осылай рулетімізді ыдысымызға салып алғаннан кейін үстіне әсемдеу ретінде жұмыртқаның сарысын или болмаса кез келген нәрсемен әсемдеуге болады. Осымен біздің рулет пачуба салатымыз дайын болды. Өте сәнді, дастарханның сәнін келтіретін болады. Осылай жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әлия, қош сау болыңыздар. Үй жағдайында өте дәмді болып шығатын пицца жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызды алып, үстіне жылы сүтімізді құямыз. 2 кесе болатындай сүт. Одан кейін үлкен қасықпен 2 қасық қантымызды саламыз. Араластырып алғаннан кейін үстіне 1 шай қасықпен тұзды қосамыз. Одан кейін үлкен қасықпен 1 қасық дрожжымызды салып жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін 1 жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың жұмсақтығы қолымызға кішкене ғана жабысатындай болуы керек. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп, қолдау ретінде лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де қоңырауша батырмасын басып алыңыздар. Алдағы уақытта менің видеоларымды ең бірінші болып көріп отырасыздар. Сонымен қатар қамырымызды илеп жатқанда ең соңында кішкене үлкен қасықпен 2 қасық болатындай сұйық майымызды құйып, қамырымызды илеп аламыз. Сол кезде қамырларыңыз күшті болып шығады. Міне осылай видеодағындай. Көріп тұрғаныңыздар осындай жұмсақта болуы қажет. Илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы матамен орап қойыңыздар. Кішкене көтерілгенше. Менің қамырым көтеріп болғаннан кейін қамырымды 4 бөлікке бөліп осылай күшелеп қойдым. Одан кейін колбасамызды турап, сырымызды үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Енді қамырымызды жұқалап, домалақ етіп жайып шығамыз. Және де табамыздың ішіне ұнымызды сеуіп шығамыз. Дәл осылай жұқалықта жайып алғаннан кейін табамызға салып аламыз. Одан кейін үстіне кетчупты құямыз. Және де майонезімізді құямыз. Содан кейін пиццамызға арналған приправамыздан қосамыз. Енді бетіне толығымен қамырдың жан-жағына дейін жағып шығатын боламыз.
турап алған колбасамызды рет-ретімен қойып шығамыз. Одан кейін 250 градуста қызып тұрған пешімізге бір 10 минуттай пісіріп аласыздар. Пиццамыз осылай 10 минутта пісіп шығады. Сол кезде үстіне сырымызды сеуіп шығамыз. Сырымызды 1-2 минутқа салып аласыздар. Кішкене ғана еруі керек. Если сіздер көп ұстап қойсаңыздар, сырларыңыз күйіп кететін болады. Дәл осылай сырымыз еруі қажет. Міне біздің үй жағдайында жасаған пиццамыз дайын болды. Дәл осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видео сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәлем оқырмандарым, бүгін сіздермен фунчоза салатының оригинал рецептісін үйренетін боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Фунчоза салатымызды жасау үшін бізге осындай қара кесек етіміз керек. Осындай етімізді майдалап турап алып, оны маринаттаймыз. Маринаттау үшін соус, чеснок және приправа қажет болады. Барлығын салып, маринаттауға қойып қоямыз. Фунчоза салатымызға арналған осындай приправалар қажет болады. Етіңізді маринаттау үшін осы морков приправасын қолданасыз. Енді біз етімізбен бірге қуыратын заттарды тураймыз. Оған бізге пияз, қызыл перец және де ашық қызыл перец қажет болады. Осылай етімізді жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне осыларды салып, бірге араластырып қуыратын боламыз. Етіміз жұмсарып, қызарып, піскенше жақсылап қуырып аламыз. Мінеки дәл осылай қуырылатын болады. Сол кезде етіміз жұмсақ әдемі болып піседі. Енді бір ыдысымызға сәбізді осындай жіңішке теркамен өткізіп аламыз. Сәбізімізді теркадан өткізіп болғаннан кейін қиярымызды осылай жіңішке етіп тураймыз. Айтпақшы, сіздер жаңа көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Сол кезде менің видеоларымды алғашқы болып көретін боласыздар. Міне осылай қиярымызды турап дайындап алдық. Енді сельдерей мен укропымызды осылай майдалап, жақсылап турап дайындап аламыз. Біз барлық көкөністерімізді турап дайындап алдық. Ендігі кезекте фунчозамыздың қамырын осылай қайнап тұрған ыстық суға 10 минутқа бөктіріп пісіретін боламыз. 5 минут болған кезде тағы да бір қарап қойыңыздар. Езіліп пісіп кетпесін. Фунчозаның қамырын осылай су барлық жағына тиетіндей етіп батырып аласыздар. Осылай әдемі болып пісіп шығуы керек, қатты езіліп кетпеу керек. Сол үшін 5 минут болған кезде дәмін көріп, піскен-піспегенін тексеріп алыңыздар. Егер де піскен болса, сүзіп басқа ыдысқа салып қойыңыздар. Қуырылған етіміздің үстіне сәбізді, туралған қияр, сельдерей, укроп барлығын үстіне салып, осы еттің буына бір бөктіріп қоясыздар. Қақпағын жауып қойыңыздар. Енді осы фунчозамыздың үстіне корейский чим-чим деген приправамыздың барлығын құйып аласыздар. Енді барлық туралған көкөністерімізді, қуырылған етімізді барлығын үстіне салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біздің оригинал рецептпен жасаған фунчоза салатымыз сочный болып, әдемі болып жасалынып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңыз, келген қонақтарыңыз сүйсініп тұрып жейтін болады. Осылай тарелкаға салып ұсына беріңіздер. Видеом сіздерге ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалды. Сәлем достар, бүгін сіздермен ең дәмді сәбіз салатын жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Салатымызға қосатын көкөністердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Сол жерден қарап көресіздер. Қазір біз сразу турап бастаймыз. Сәбіз, перец барлығын жуып тазалап ашып аласыздар.
Сәбізімізді ең үлкен теркамен өткізіп дайындап аласыздар. Одан кейін осындай баклажанды осылай турап майға қуырып саласыздар. Енді болгар перцімізді осылай ұзынша етіп барлығын турап шығасыздар. Ашты перцті де тура осылай кесесіздер. Туралған көкөністерді осылай бір ыдысқа салып дайындай бересіздер. Және де огурцымызды осылай ұзынша етіп турап дайындайсыздар. Оны да осылай ыдысқа салып қоясыздар. Одан кейін біз осындай укроп қосамыз. Укропымызды майдалап осылай турап аласыздар. Және де селерин қосамыз. Селерини де осылай майдалап турап шығасыздар. Одан кейін чесногымызды осылай турап майдалап тұрып үгітіп турап шығасыздар. Оны ыдысымыздың дәл ортасына саласыздар чеснокты. Өйткені біз қазір майды құйғанда бірінші чеснокты күйдіретін боламыз, сол үшін де. Және де осылай біз қызыл паприкамызды жан-жағына сеуіп шығамыз. Айтпақшы, сіз жаңа көрермен болсаңыз, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Және де қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Сосын бір кішірек кесемізге қайнаған суымызды құйып, үстіне уксусты кішкене құйып, екеуін араластырып дайындап қоясыздар. Осындай көкөністерге арналған 70% уксусты пайдаланамыз. Енді алдын ала қыздырып алған сұйық майымызды дәл осы чесноктың үстіне құятын боламыз. Енді үстіне дәміне қарай тұзды себеміз. Және де үлкен қасықпен құм шекерді саламыз. Одан кейін дәміне қарай морковь по-корейски деген приправадан салатын боламыз. Келесі үстіне бағана дайындап алған уксус бен суымызды құятын боламыз. Және де соевый соусты қосамыз. Үлкен қасықпен бір қасық болатындай етіп. Одан кейін салатқа арналған ақ тұзымызды саламыз. Көкөністеріміздің барлығын жақсылап турап салып алдық. Енді осының барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Салатымыз дайын болып шықты. Енді бұны қонақтарыңызға ұсына беріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай тарелкаларыңызға салып ұсына берсеңіздер болады. Дастарханның сәнін келтіріп тұрады. Видеом сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Қайырлы күн достар, сіздермен Әлия. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ташкентский шай жасайтын боламыз. Бұл шайдың дәмін татып көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл шайды жасау үшін бізге осындай апельсиннің 4 тілімі қажет. Соны салып аламыз. Одан кейін 3 тілім лимон саламыз. Одан кейін осындай науат саласыздар. Біреу или екеу салсаңыздар болады. Содан кейін жалбыз жапырағын саламыз. Орысша мята деп аталады. Осылай 3 штугын салып аласыздар. Енді үстіне 1 шай қасық қара шайды қосамыз. Сосын үлкен қасықпен 2 немесе 3 қасық болатындай көк шайды саламыз. Барлығын салып болғаннан кейін алдын ала қайнатып алған ыстық суымызды құямыз. Айтпақшы, сіз жаңа көрермен болсаңыз, маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Алдағы уақытта менің видеоларымды бірінші болып көретін боласыз. Және де қазақша контентті қолдау ретінде маған лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Сіздердің әр жазған комментарияларыңыз мен үшін маңызды. Мінеки біздің ташкентский шайымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл шайдың пайдасы өте көп. Давлениені түсіруге жақсы пайдасы бар. Үлкен кісілер давлениелерін көтерілген жағдайда осы шайды жасап ішіңіздер.
Video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Mаған tirkelib, like bosib, kommentariy bo'limini o'z fikringizni qoldirib ketingizlar. Kelesi videoda kesishguncha